Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында донер жасаудың рецептімен бөлісемін. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен донерді тауық етінен жасайтын болғандықтан, осындай тауықтың төс еті қажет болады. Немесе кез келген етпен жасай берсеңіздер болады. Піскен етпен де жасасаңыздар да болады. Видеодағыдай ұзыншалап турап шығамыз. Содан кейін бір дана пиязды видеодағыдай турап шығамыз. Тауықтың еті дәмді болып шығу үшін тауықтың етін маринадтаймыз. Ол үшін бізге 1 шай қасық паприка және шай қасықтың 1/3 бөлігіндей куркума, тұз, бұрыш және сұйық май қосамыз. Куркуманы қоспасаңыздар да болады, ол тек әдемі түс беру үшін ғана қажет. Сұйық майды шамалап қосамыз, бізге тауықтың етіне араластыруына жетсе болды. Және артынан пиязды қосып 30-40 минуттай маринадтап қоямыз. 2 дана картоптан фри жасайтын боламыз. Ол үшін картопты ұзыншалап турап шығамыз. Пергамент қағаздың үстіне қойып, татымына қарай тұз қосып, және сұйық майды шамалап қосып, жақсылап араластырамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста дайын болғанша пісіреміз. 30-40 минуттан кейін қызып тұрған табаға тауықтың етін салып қуырамыз. Ешқандай да сұйық май қоймаймыз, өзінің құрамындағы сұйық май жетеді. Қызарғанша қуырамыз. Барлығын дайындап болғаннан кейін лавашқа орап шығамыз. Кетчуп пен майонезді бірге қоссаңыздар да болады, бірақ мен тек майонезді ғана қостым. Артынан тұздалған қиярды қостым. Одан кейін қызанақтарды қосып, видеодағыдай орап шығамыз. Салмасына басқа да тағамдарды қоссаңыздар болады, сәбіз салатын да қоссаңыздар болады, немесе кез келген, яғни үйде бар заттан да жасай беруге болады. Барлығын видеодағыдай орап шығамыз. Және қызып тұрған табамызға екі жағынан қызартып аламыз. Егерде гриль сковородка болмаса, күнделікті пайдаланып жүрген сковородканы да пайдалансаңыздар болады. Осымен донер дайын болды. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.